Ақбалық Қазірет. Алтайда Авақкерей деген ел бар. Осыларды көремін деп, олты татар Ақбалық деген Қазірет Россиядан Алтайға келіп, Керейдің басты адамдарын аралап жүріп, Сәлімбақ Үкірдайдың әкесін Өскенбай залының үйіне келіп бірнеше күн жатыпты. Ақбалық Қазірет дәрет алып намаз оқыса, Өскенбай залың қатарлы бірнеше елдің бетке басарлары Қазіреттің қатарына тұра қалып намаз оқыпты. Намаз оқып болғаннан кейін Ақбалық Қазірет: "Әй, сендер дәрет алдыңдар ма?" депті. "Дәрет алғамыз жоқ. Бізге Қазірет атаң намазды дәресіз оқи берсе де болады" деген депті Өскенбайлар. Мұны естіген Ақбалық Қазірет қатты ашуланып: "Мен сол сендердің Қазірет аталарыңа барайын. Ол қай кітаптан көрді екен? Онымен сөйлесейін" деп аттанып кетіпті. Өскенбай залың екі дәудің қағысқанын көріп кел деп, Шабанбай деген адамын Ақбалыққа қосып жіберіпті. Ақбалық бара Қазірет атаңа: "Дәресіз намаз оқуды сен қайдан көрдің?" депті. Сонда Қазірет атаң: "Бұрын намаз білмейтін елге намаз оқуды мен үйреттім. Ал енді сен Қазірет екенсің. Сен не бітіресің? Дәрет алуды сен үйрет" депті. Сонда Ақбалық жеңіліп отыра кеткен екен.